Моңдай көшеттер бар. Бұл сентябрьдің аяғына шейін дағы көтеріліп өседі. Биіктігі 1 метрге жақындап қалып тұр. Мындай көшеттер. Бұл гибрид сорты, FT Energy деген көшеттің сорттары. Бекер тұрбай ошо, мына плантацияның ортасына анча-мынча жерге кішкене көшет тигіп қоямын. Бұл чалып қаралса бұндан 2 есе биік болмақ, қол тибей мен чаппай қалып атам. Емнені совет берем. Кимдеген қызыққан болса, бұл елдер көбінше базардан арзанырақ алып алышат екен де, ошаны тигешет. Тиккенден ал қышқа шейін өсіп, бір қышынан шықпайлы тоңып қалады да. Анан Қырғызстанда болбой еткенде отат. Жоқ, если жақсы мында гибрид сорттарын тиккен болса, мына Паутон Z07 деген сорты, бұл минус 25 градусты қармап береді. Технический характеристикасы бойынша минус 33 градусқа шыдайды деп жүреді. Бірақ 33 градус бізде ешқашан суық болмек. Ошон үчүн ал сынаудан өтелек. Так 20-25 градусқа суыққа шыдамдуу. Бұл качественный жақсы көшетті қаяқтан аласыздар. Добросовестный жақсы көшет өстіргендер де бар, атайын алып. Алар мынандай бір қыштан шыққан чоң құт тарақтың жандарын қазсақ тамырлар шығады. Ошо тамырды стакандыға тиксек, бір қаш болып кішнеке ол көшет өсіп шығады. Ошо көшетті мондай полеге тигесіздер. Тамырынан өстірілген көшет болса, ал абдан жақсы өседі. Суыққа шыдамды болып өседі. Егерде бұл 3 жылдан кейін гүлдейді. Гүлдөгөндөн кийин ошону ургунан алып туруп көпчүлүгү үрөнүнөн өстүрүп туруп сата берет экен арзан. Аны алсаңыздар тоңуп кала берет. Десем кээ бир баягы көпчүлүк элдер бар да, бирөөлөр айтат, сен менин эле көчөтүм алгыла деп, ошондой эле оюң бар экен деп. Жок, ал эмес. Просто лишний чыгашы болбой, жакшы жерден көчөт алып тиксеңер, күйбөйсүңөр деген эле сөз. Так мен кыстабайм да, менен алып тиккеле деп. Мен Кыргызстан тоолуу район болгон үчүн мына FT Energy деген, то есть отставить бул эме Паутон Z07 деген сорты. Азыркы күндө эң морозостойкий сорттары ушул болот. Мындан башка сортун ойлоп табыла элек. Ошондо тексеңиздер, мындай жакшы өсөт. Караңыздар. Мен строй материалга тегип жатам. Кудай буйрса, мына кыштан чыккандан келерке жылда роликтер тап чыгара берем, көрөсүздөр результатын. Катталыңыздар, жакшы, бак даракты кылсаңыздар, өзүңүздөргө жакшы болот.